Ал оқушылар бірінші қазан қандай мереке? Қарттар күні. Қандай тақырыпта өтеміз? Асыл қазынам деген. Балалар, үйде қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Солай ма? Яғни сіздердің үйлерінде кім бар? Кімдер тұрады бірге? Ата, әжелері тұрады. Кім әжені жақсы көреді? Бәрінде. Әжені, атаны жақсы көрмейтін бала бола ма? Болмайды. Неге жақсы көресіңдер? Неге жақсы көресіңдер? Айта қойыңызшы. Айта қойыңызшы. Бізге құрт береді, бауырсақ береді сосын, көже істеп береді сосын, айран береді сосын, жейтін нан береді. Сода жейтін нан мамалар пісірмей ме не? Пісіреді ғой мамаларында. Бірақ ата әженің айырмашылығы қандай? Айтыңызшы. Мама пападан ата әженің айырмашылығы қандай? Айта ғой. Мысалы, мама папаң саған қалай деп көбінесе не істейді саған? Несе ұрсақ, солай ма? Анау болмайды, мынау болмайды. Түзің жүр, бейт сөйт деген ережені көп, шектеуді көп қояды. Ал ата әженің үйіне барсаң не болмайды? Шектеу болмайды. Ол үйге барсаң бәрі не? Яғни сендер бірге тұрасыңдар, е? Бірге тұрғанда, мысалы, сендерге мамаларын ұрысып жатса, ата әжелерін не істейді? Араша сөйтті. Немере балдай тәтті деп айтады деген. Сендер ата әжелердің немересіңдер, е? Сол немересі енді не істемеді? Үйлеріне барса бәріне мүмкін. Бәрін шашуға болады, бәрін істеуге болады, е? Ешқандай шектеу жоқ, е? Рахат па? Ата әженің үйіне барсаң, рахат, е? Кім айтады? Ата әженің үйіне барсаң, ура, алақай дейсіңдер ма? Енді мұны қара, қауіпсіздік. Нені қауіпсіздігі мұны? Қаншама жақсы көр. Мейлі, ата әже сендер жақсы көр. Бірақ сендер көбінесе қауіпсіздікті қарап өздерін оқып білулерің керек. Мына жерде мына баланың көзіне не шашып еді? Құм шашып еді. Бола ма? Болмайды. Ал соны үйіне жылап барса, ата әжесі оны жазғырмайды, е? Не қойдысың? Қой, бізде бала болғанда бәле қылдық, түген қылдық дейді. Бірақ ол негізінде қауіпті нәрсе, е? Көз деген адамның несі? Шырағы, е? Көз деген адамның шырағы. Яғни көзіңді сақта дейді. Олай жасауға бола ма онда? Болмайды екен. Мына жерде не бар? Құлақ қалды, е? Құлақ қор. Ол да жақсы, дұрыс емес, е? Ата әже не істейді бұл жерде? Бәпек дейді, е? Не болды? Жаным не болды? Ал мына жерде не бар? Ата әженің үйіне барса, мысалы не істейді? Бар, ас үйге артық нәрсеге тиюге бола ма екен? Құлап қалып, ыстық үйіп қалуға да мүмкіндік болады екен. Сондықтан өз жерге де баруға болмайды екен. Мына жерде мына не істейді? Ойнап жүргенде ойнап жасырынып қалып кір машинаның ішіне, е? Сол жасырынып қалғанда мына екінші бала келді қос жіберді. Қандай болады? Ол да қауіпті. Енді мына жерде қара. Не істеді балдар? Міне, қылғындырып ойнап жатыр, е? Мойнына салып. Ол да дұрыс па? Жоқ. Дұрыс емес. Мына жерде орындыққа биікке шықпа дейді. Мына орындыққа шығам деп, мына бала не істеп жатыр? Жылап жатыр, е? Міне, есікпен ойнауға бола ма? Жоқ. Есікпен ойнасаң, қолыңды қысып аласың. Мына жерде орныңа ұсақ нәрсені тықпа дейді, салма дейді. Міне салып орында. Мына жерде шомылып бәрін ойнайсың. Бірақ мына жерде орындықтың шетіне шықпа, құлақ түсесің дейді. Құлақ тазалайтын қатты кіргізбейді. Қатты кіргізбей құлағына. Ол да қауіпті нәрсе екен, е? Яғни, мама папаларының айтуы дұрыс па? Дұрыс. Анаған да болмайды, мынаған да болмайды деп сендерді шектеу қою дұрыс. Сен соларды қауіптен қорғап жүр, солай ма? Ата әжелерің сендерді жақсы көреді.
бірақ мынандай бар, орыстарда айтады, слишком сильная любовь дейді, это губит дитё. Яғни қатты махаббат, балаға деген махаббат, ол баланы бұзады дейді. Ата әжелерің қатты жақсы көреді сендерді. Сендер оларға тәттісіңдер. Солай ғой, олар сендерді қосып тұрмайды, ұрғызбайды, ешкімге тигізбейді, сондай тәтті көреді сендерді. Бірақ ол дұрыс па? Ол дұрыс емес. Қанша жақсы көрсе де, бірақ оның шектеу қою керек. Ақыл үйрету керек. Міне қауіпті нәрселердің бәріне қарау керек. Қазір бәріміз орнымыздан тұрайықшы. Қуанамын мен де. Қуанамын мен де. Қуанасың сен де. Қуанасың сен де. Қуанайық достарым. Қуанайық достарым. Арайлап атқан күнге. Арайлап атқан күнге. Деп отыра қойды. Енді мына жерде қара. Хабарлама әдісі бойынша қарттар күні қашан деген хабарлама келіп тұр. Ал қарттар күні 1990 жылы 14 желтоқсанда бас ассамблеясымен жарияланған. Қарттар күнінің атап өтудің мақсаты қарттардың проблемасын қоғамның назарын аудару. Проблема деген зат. Проблема деген былай балалар. Жаңағы көрдік қой, қартаймайтын адам жоқ, иә? Міне сендерді олар қалай бақты, сендердің мамаларың қалай бақты, өмір өте келе олар істейді, қартаяды, иә? Сендер олардың істейсіңдер, керісінше бақыларың керек. Сондай нені үйретуге, сендерге әкелгенміне. Қарым қатынасты өзгертуіне. Ой қозғау дейді, жұмбақ шешу. Ал айтыңдар. Айтарым ол ғұлама, көп жасаған бұл адам. Әкесі ол әкенің, білер оны сұраған. Ол кім? Ата. Аймалайды күнім деп, мейірімді жүзі күлім деп, тәттақ дейді немере, бал шырындай үнім кеп. Бірден бұзын. Ата әжем мақтанышым айдарымен балалар қазыналы қарияларымыз туралы сыр шертеді дейді. Ата ардақты тұлға, әкеден ұл тусайшы, ата жолын қулсайшы. Яғни ата көрген оқ жонар, әже ақ сүт берген аналардың кімі? Анасы. Әже әрқашан барлық бала, бал дәрен бәрінің қасында болып, асыраушы, аялаушы, тәрбиелеуші басты кісі. Солай ма? Сендерді тәрбиелеуші. Міне, енді мына жерде жырымды сендерге арнайын айдарым. Менің әжем ақ әжем, айтыңыз. Менің әжем ақ әжем. Ұл мен қыздың бас әжем. Ұл мен қыздың бас әжем. Ертегі айтып бер десем,